Олимпиада шыңын бағындыруға апарар ең қиын жол – бокс. Асқан шеберлік пен темірдей мінезді қажет ететін өте қиын да қатыгез спорт түрі. Осы 4 жылда бір келетін турнирдің чемпион атану әрбір боксшының арманы. Бірақ сол арманға мыңнан бір боксшы ғана жетеді екен. Олимпиада шыңына тым болмаса бір рет шығуға асқан шеберлік пен аздаған сәттілік керек. Ал 2 рет шығуға толағай талант пен қайтпас мінез керек. Ал енді осы шыңға 3 рет шығып көрген боксшылар да бар көрінеді. Олар енді темірден жаратылған жандар шығар. Біз бүгін бокстан 3 дүркін Олимпиада чемпионы атанған аңыз боксшылар жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. 1948 жыл Лондон Олимпиадасы. 72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін 22 жасар венгрлік боксшы Ласло Пап алғашқы 4 қарсыласын оның 3-еуін нокаутпен жеңіп финалға шығады. Ақтық сында ол жергілікті боксшы Джон Райтты төрешілердің бұра тартуына жол берместен жеңіп, Олимпиада чемпионы атанған болатын. Арада 4 жыл өткенде 1952 жылы Хельсинки Олимпиадасында венгер боксшысы 71 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетеді. Бірінші Олимпиадада мен 5 жекпе-жек өткіздім. Қарсыластарымның барлығы европалықтар болды. Ал Хельсинкиде қиынырақ болды. Өйткені қарсыластарының ішінде америкалық, канадалық, аргентиналық, африкалық боксшылар бар еді. Тек бір ғана қарсылас европалық болатын. Финалда Ласло оңтүстік африкалық боксшы Теунис Ван Шалкевикпен шығады. Алғашқы раундтарда кім мықты екендігін ажырату қиын болатын. Енді жеңіс соңғы раундта алған боксшының қанжығасында кететін болады. Бар күшін жинап шабуылға шыққан Пап қарсыласын оң қолының соққысымен бір аунатып алып, екінші Олимпиада алтынын жеңіп алған болатын. Осыдан соң Пап кәсіпқой боксқа ауысуды ойластыра бастайды. Бірақ ол кезде коммунистер басқаратын Венгрия үкіметі бұл шешімге үзілді-кесілді қарсы болып, ол 56 жылғы Мельбурн Олимпиадасына қатысуға мәжбүр болады. Бұл Олимпиадада 30 жасар венгрлік боксшы тіпті қарсылас шақ келтірмейді. Жартылай финалда ол бұрын өзі нокаутпен жеңіліп қалған поляк боксшысы Збигнев Петчиковскийге қарызын артығымен қайтарады. Ал ақтық сында Пап болашақта кәсіпқой бокста абсолюттік чемпион болатын америкалық Хосе Торресті құлатады. Осылайша Ласло Пап алғаш рет бокстан 3 дүркін Олимпиада чемпион атанған боксшы ретінде тарихта қалған болатын. Кейінірек Папқа кәсіпқой боксқа ауысудың сәті түседі. Тіпті 27 рет жеңіске жетіп ешқашан жеңілмеген екен. Бірақ венгер үкіметі елден шығуға мүлде тыйым салып тастаған соң амал жоқ боксты тастауға тура келеді. Ласло Пап 2003 жылы 77 жасында өмірден өтеді. Кеңес одағы бокс мектебінің шәкірті саналатын кубалық Теофило Стивенсон алғашқы Олимпиадасын 72 жылы Мюнхенде жеңіп алған болатын. Бұл кезде 20 жасар кубалыққа ешкім баса назар аудармайды. Бірақ ширек финалда Стивенсон турнирдің басты фавориті америкалық Дуэйн Бобикті жеңген соң барып қана көпшілік көзіне түсе бастайды. Жартылай финалда кездескен неміс Петер Хасингте түк істей алмайды.
Жекпе-жек бастала сала солақай қарсыласын оң қолының нысанасына ала бастаған Стивенсон екінші раундта нысананы атып түсіреді. Ал финалда кездесуі керек болған румен боксшысы жарақатына байланысты жекпе-жекке шығудан бас тартқандығы үшін Теофило уақытынан бұрын Олимпиада чемпионы атанады. Және техникасы ең жоғары боксшыға берілетін Вэл Баркер кубогында иемленеді. Арада 4 жыл өткенде 76 жылы Монреалда өткен Олимпиаданың ширек финалында Стивенсон африкалық қарсыласын қуып барып нокаутқа жібереді. Ал жартылай финалда америкалық боксшыны қашып барып 1-2 мен қарындас соққыға ұстайды. Ойланып барып құлаған Джон Тейт қайта көтерілмейді. Ақтық сында румен боксшысы Мирча Симонның кубалықтың қорқып тұрғандығы байқалады. Бірақ 1-2 соққысы өтуі мұң екен, ол батылдана бастайды. Дәл осы сәтте Стивенсонның әйгілі 1-2-сі жетіп келеді. Қапшық секілді жерге жалп ете қалған румен боксшысы тәлтіректей орнынан көтерілгенмен бапкері рингке ақ орамал тастап, боксшысын аман алып қалады. Осылайша Теофило Стивенсон екінші Олимпиадасындағы алтынды қарсыластардың барлығын нокаутпен жеңіп иемденген болатын. Осы Олимпиададан соң Стивенсонға кәсіпқой боксқа ауысуға ұсыныстар түседі. Тіпті Дон Кинг Мұхаммед Алимен жекпе-жек үшін $2 миллион төлеуге уәде етеді. Бірақ кәсіпқой боксқа ауысқан кубалықтар үшін қайтадан еліне оралуға мүмкіндік болмайды. Соны ойлаған Стивенсон ұсыныстан бас тартып, 80 жылы өзінің 3-ші алтын алуға Мәскеу Олимпиадасына келеді. Бұл Олимпиадаға ақш-пен қатар біршама европалық мемлекеттер келуден бас тартқан болатын. Мұнда Стивенсон 1-8 финалда африкалық боксшыны нокаутқа жібереді. Ал ширек финалда поляк Гжегош Шкржачты әйелінің көзінше оңдырмай ұрады. Өкінішке орай, жартылай финалдық жекпе-жек желіде сақталмаған екен. Ал финалда Стивенсон Кеңес одағының боксшысы Петр Заевпен кездеседі. Двукратный олимпийский чемпион к тому моменту идет к своей 3-й золотой медали, его соперник Петр Заев. Бұл жекпе-жекте кубалық боксшы алғашқы 2 раундты асықпай өткізіп, тек соңғы раундта ғана белсенділікті іске қосады. Как только они расходятся на дистанцию, здесь уже колоссальные встречные удары. Жергілікті боксшыны нокаутқа жіберуге тыйым салынды ма, әлде Заев шынымен де мықты боксшы ма? Бұл жекпе-жекте Стивенсон 4-1 есебімен жеңіске жетіп, 3-ші Олимпиада алтынын алады. 4-1 с таким счетом выигрывает Теофило Стивенсон. Мүмкін Теофило 4-ші рет Олимпиада чемпионы атанушмайды. Бірақ Куба мен Кеңес одағы 84 жылғы Лос-Анджелесте өткен Олимпиадаға барудан бас тартады. Теофило Стивенсон 2012 жылы 60 жасында жүрек ауруынан қайтыс болып кетеді. 1988 жылғы Сеул Олимпиадасы қарсаңында әуесқой бокста аса ауыр салмақта 20 жасар кубалық Феликс Савон билеп тұрған болатын. Бірақ өкінішке орай, бұл Олимпиадаға да Куба үкіметі барудан бас тартып, Савон алғашқы алтынын тек 92 жылы Барселонада өткен Олимпиадада алады. Мұнда финалда ол нигериялық боксшы Дэвид Айзонмен кездеседі. Байғұс Айзон қолдарын жоғары көтеріп алып қанша қуғанмен Савонның ауыр соққыларына тіреліп тоқтап қала береді. Бұл кездесуде нигериялық боксшы қарсыласына бір ғана тура соққы дарыта алған екен. жылғы Атланта Олимпиадасы Савон үшін тіпті жеңіл болады. Финалда ол канадалық боксшы Дэвид Дефьягбонды 3 раунд бойы ауыр соққылармен қуып жүріп сабайды. Бірақ
канадалық ер екен. Савонның барлық соққыларын көтеріп қана қоймай, өзі де 2 соққы дарытқан көрінеді. Кубинец, пятикратный чемпион мира, был тогда непобедим. жылғы Сидней Олимпиадасына қатысқан 33 жасар Савон бұл кезде бабын жоғалта бастаған болатын. Жекпе-жектер бұрынға қарағанда әлдеқайда қиын өткенмен, 3-ші рет Олимпиада чемпион атану үшін осы Савонның өзі-ақ жеткілікті болады. Финалда ол ресейлік Султан Ибрагимовты 21-13 есебімен жеңіп кетеді. Попал Ибрагимов, как поведет себя равна. Осылайша Савон 3 дүркін Олимпиада чемпион атанған 3-ші боксшы ретінде тарихта қалады. Феликс Савонға да бабымен бақ қатар шауып тұрғанда кәсіпқой боксқа ауысып Майк Тайсонмен жекпе-жек өткізу үшін $10 миллион ұсынған көрінеді. Бірақ кубалық келіспейді. Мансабын аяқтаған соң Савон Кубадағы көп залдардың біріне бапкер болып қызметке орналасады. Мүмкін ол әлемдегі көптеген жас боксшылардың кумирі болып қала беруші ме еді. 2018 жылы Феликс Савон педофилия айыбымен түрмеге түседі. Бірақ Куба үкіметі халық батыры саналатын Савонды түрмеде ұстауды құп көрмей, 40 күннен соң түк болмағандай босата салған екен. Міне достар, 3 дүркін Олимпиада чемпион атанған 3 боксшы осылар екен. Болашақта бұл рекорд қайталана ма екен әзірше белгісіз. Бірнеше боксшының қайталауға мүмкіндігі де бар еді. Бірақ әртүрлі себептермен ол болмайды. Атап айтар болсақ, бар болғаны 22 жасында 2 дүркін Олимпиада чемпион атанған кубалық Робейси Рамиресте мүмкіндік бар болатын. Бірақ ол 2016 жылғы Рио Олимпиадасынан соң кәсіпқой боксқа ауысу мақсатында Кубадан қашып кетеді. Ал тағы бір 2 дүркін Олимпиада чемпионы кубалық Арлен Лопес биыл Парижде өткен өзінің 3-ші Олимпиадасында қол алып қалады. Биыл 2 дүркін Олимпиада чемпион атанған өзбек Хасанбой Дусмановтың да мүмкіндігі бар еді деп ойлаймын. Бірақ ол өкінішке орай Токио Олимпиадасына қатыса алмайды. Достар, егер сіздер тағы да осындай мүмкіндігі бар боксшыларды білетін болсаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.